Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге самсаның осындай бір әдемі түрін жасап көрсетемін. Ет пен картошка сорпасы бәрі ішінде тұрғандай, горшоктың ішінде жасап көріңіздер. Ал енді қамырын жасап алайық. Жылы суға тұз саламыз. Сары майды ерітіп алып, оның үстіне құйып аламыз. Сосын суды ақырын-ақырын құйып, қамыр жасаймыз, қолға жабыспайтын. Қамыр жасап алдық. Қамырды бір 10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Ал енді начинкасын дайындап алайық. Начинкасын әртүрлі жасай беруге болады. Мен тауықтың төс етін алдым. Картошкасын, пиязын, тұз, бұрышын, паприка салып, үстінен сұйық май құйдым. Начинкамыз құрғақ болмау үшін бәрін жақсылап араластырып алып қоя тұрамыз. Енді қамырды алып, кішкентай бөліктерге бөліп домалатып аламыз. Бір бөлігін осылай домалатып, оқтамен жайып аламыз да ішіне начинкасын саламыз. Начинкасын ортасына салып, жоғарғы жағын бір-біріне біріктіріп, бүгіп, жабыстырып шығамыз. Осылай жабыстырып алып, артық қамырын кесіп тастаймыз. Екінші домалақты домалатып жайып аламыз. Домалатып жайып алдық. Енді жаңағы жасаған начинкамызды үстіне қоямыз. Астында қамыры үлкенде болса, шамасы шетін осылай пышақпен кесіп тастаймыз да, бетін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді тағы бір домалағын домалатып жайып аламыз, үлкен етіп. Сосын видеодағыдай кесіп шығамыз. Қамырды кесіп алдық. Енді бір бөлігін осылай лағманды созғандай етіп, шиыршықтатып аламыз қамырды. Осы қамырды бір-біріне айқастырып, айналдырып шығамыз. Осылай өріп шыққан қамырды бет жағына домалатып қойып аламыз. Осылай қойып шықтық. Енді кішкентай бір домалақ жасап, ортасына қойып шығамыз да, әдемілігі үшін кунжут немесе тмин сеуіп шығамыз. Міне барлығын жасап алдық. Енді духовкада 200 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Пісіп шықты, өте дәмді болып шықты. Сорпасы бәрі ішінде. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.